Қайырлы кеш, эфирде Айбат жаңалықтары. Студияда Жалғас Сүйенұлы, сурдаудармада Жансұлу Ерланқызы. Жұма күнгі жаңалықтар топтамасында. Интернет алаяқтарға алданғандардың саны артып келеді. Психологтар мен полицейлер не дейді? Блогерлердің кінәсі қанша? Жан-жақта барлық блогерлер ақша тауып жатыр. Көптеген жаңағыда көзді алатын, сананы улайтын, отвлекающий сондай бір нелер көбейіп кетті. Қазақстандықтардың табысы азайып, шығыны көбейді. Жағымсыз көрсеткіш 10 жылдағы рекордтық шегіне жетті. Қай өңірдің тұрғындары ең көп ақша жұмсайды? Қарақалпақстандағы қақтығысқа қатысқан қазақстандықтар бар ма? Барлығы дерлік елге келді ме? Өзбекстан тарапы неге ақпаратты ашық айтпай отыр? Среди задержанных есть лица, которые не являются гражданами Өзбекстана. Жоғары кернеулі электр бағанының дәл түбінде тұратындар шетінен онкологиялық ауруларға шалдығуда. Жылдар бойы жылап жәрдем сұрағандарға шенділер неге назар салмай отыр? Мен 49 жасында сол екі операция жасады. Осында көшіп келгеннен кейін 7 жылдан кейін ауырыпсыз деді. Астанада президенттік күзететін әскери мерт болды. Айбын президенттік полкінде келісім шартпен қызметте жүрген 21 жастағы Дархан Мәлік өзінің қаруласының қолынан қаза тапты. Оқиға полигондағы оқу жаттығу кезінде болған. Марқұмның жақындары бұл істе бір гәп бар деп күдіктенеді. Қазір қанды оқиға жағдайда болған жерден бізбен тікелей байланысқа әріптесім Аягөз Тұрсынбай шыққалы тұр. Аягөз, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Жалғас. Мән жайды түсіндіріп өтсең, қалай болған, не болған? Жалғас, біз қазір Елордадан 50 шақырым жерде орналасқан әскери полигонға келдік. Оқиға мұна Майлантаудың арғы бетінде болған. Бізді әскерилер бекеттен әрі қарай өткізген жоқ. Жалпы олардың айтуларынша таңғы сағат 8:30 шамасында марқұм Дархан уақытша орнатылған күркенің ішіне таңғы ас ішуге келіпті. Сол жерде өзінің үзеңгілес әріптес досы ойыннан от шығып, табельдік қарумен абайсызда атып өлтіріп алған. Жалпы әскерилер айтады, ол табельдік қару жаңағы әскери қызметкерлер нарядта болғандықтан әрдайым қастарында болады екен. Ал жаңағы марқұмның жақындары 5 күннен бері айдалада болғанына қарамастан оқиғадан бір күн бұрын марқұм өзінің жақындарынан ақша сұрағанын айтады. Қайда әділдік, қайда? Осылай өзілері бағаны! Қайда әділдік, қайда? Сізден басқа бірінші шығарма. Қазір менің жанымда Дарханның жақындары тұр. Олар өз күдіктерін өздері айтып берсе, өздерінен естісек. Дарханның өліміне біз әлі де сенбейміз. Өйткені сап-сау аяғымен кеткен бала, мінекей бір емес бірнеше сөздер айтылып жатыр. Бір нақты өліміне күдікті нәрсе айтылмайды. Бірінші қоңырау шалып айтқан уақытта айтты, Дарханның өзінің тапаншасы өзіне атылып кеткен деді. Одан кейінгі хабарласқан уақытта айтты, асханада таңғы ас ішіп отырғанда қарсыласымен ойнап отырып, абайсызда атылды деді. Одан кейін тағы да бір хабарласты, өгізде сөйлескен уақытта ол кісінің айтқаны, Дархан дейді полигонның сыртында мусорға шыққан уақытта жаңа қарсыласымен ойнап жүріп, абайсызда атылып кетті дейді. Бұл не деген сұмдық? Еламан жұртынышта ол қалай өледі? Бұл бала бақша емес қой, екеуі де әскери қызметкерлер ғой. 21 жастағы Дархан Мәлік Айбын президенттік полкінде 2019 жылдан бастап қызмет еткен. Астанаға Қостанай облысы Арқалықтан арман қуып келіп қыршыннан кеткен жас жігіт биыл көктемде ғана отау құрған. Соңында боздап ата-анасы, жақындары мен жүкті жап-жас келіншегі қалды. Алдағы уақытта әке ата-анатының Дархан әлі естімеген, енді ешқашан естімейді. Жас отбасы Нұрсұлтанда үй жалдап тұрған екен. Ұрпақ болғанда келіншек айтып жатыр, мен аяғым ауыр екен, бүгін жұмыстан келгенде айтам ғой дегем дейді, сюрприз қылып. Ал келмей қалды. Аяғы ауыр екен. Мартта ғана барып тойын тойлап келдік мінекей. Күндіз марқұмның жақындарымен қала ортасындағы әскери бөлімге бардық. Мекеме басшылығы сол тапаншадан атқан жігіттің үстінен қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынғанын айтты. Әскерилер оқиға абайсызда болған оқыс оқиға деп сеніммен айтып отыр.
Біз ешқандай ақпаратты жасырып, ондай ойымыз жоқ. Жасырады. Жоқ, жүре емес ол на самом деле. Красиво картинка жасай саласыздар. Жоқ, ештеңе жасамаймыз. Оны, вы знаете, это даже не мы расследуем. Расследует военно-следственное управление. Дархан Мәлік полигондағы оқу жаттығудан бүгін кешке үйіне қайтуы тиіс еді. Енді ол туған жеріне табыттың ішінде оралады. Марқұмның денесін ауылға жеткізу жұмыстарын әскери бөлім өз мойнына алған, ал оның жақындары оқиға абайсызда болды дегенге әлі күнге дейін сенбейді. Олар шын мәнінде кінәлілер жазасыз қалады ма деп күдіктенуде. Әскери қызметтегі өлім жітімді азайтуды президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі жіті тапсырған еді. Сондықтан да құзырлы органдар мәселені назарға алады деп сенеміз. Рахмет Аягөз. Қас қағым сәттегі қатер. Қарағандыда 11 жастағы бала лифт шахтасына құлап кетті. Жазатайым оқиға қаланың қақ ортасындағы құрылысы аяқталмаған ғимараттың бірінде болған. Куәгерлердің айтуынша, ойын баласы өзінің қатарластарымен бірге қаңырап бос тұрған көп қабатты үйдің ішіне кіріп кеткен. Төбеге шығып асыр салып жүргенде жеткіншек ашық тұрған жедел сатының шахтасына құлап кеткен. Дәрігерлер оның ауруханаға өте ауыр күйде жеткізілген дейді. Қазір хал үстінде жатыр. Диагнозы носотная травма, тупая травма живота. Биіктен құлаған баланың ішкі ағзаларына қатты зақым келген, бауырының тең жартысы жыртылып кеткен, қатты соққыдан миы да шайқалған. 5-ші қабаттан құлағаны белгілі болды. Қазір жан сақтау бөлімінде науқастың жағдайы ауыр. Полиция оқыс оқиға болған ғимарат иесін тапқан. Алайда кәсіпкер құрылыс алаңы толықтай қоршалғанын айтып ақталып, балаларын қараусыз қалдырған ата-аналардың өздерін кінәлап отыр. Қазір іс полиция қызметкерлерінің қарауында. Сондай-ақ тұрғындар ғимараттың қараусыз тұрғанына 10 жылдан асқанын айтады. Сорақысы сол, бұған дейін де бұл нысанда талай бала мертігіп қалған көрінеді. Жан жағында күнделікті балалар ойнайды, жаңағы кіріп кетуі мүмкін, сондықтан жан жағын қоршау керек деп ойлаймын. Нұр-Сұлтанда бүтін бір көше тұрғындары онкологиялық дертке шалдыққан. 25 жыл бұрын тұрғызылған жоғары кернеулі бағандардың кесірінен қаншама адам бақилықта болып кетіпті. Төбеден өткен тоқ түбімізге жетті деген олар бүгін әкімдікке келіп, қала басшысы Алтай Көлгіновтің шығуын талап етті. Наразы топ жиналған аумақтан тап қазір әріптесім Ая Мүтәлі тікелей байланысқа шыққалы тұр. Ая, кеш жарық. Кеш жарық жалғас. Ая, мәселені түсіндіріп өтсең. Жалғас, өкінішке қарай дәл осы көшеден онкологиялық аурумен ауырмайтын адам жоқ. Қаншамасы тіпті бақилықта болып кеткен. Мәселен, былтырдың өзінде бір көшеден 28 адам дәл осы дерттен қайтыс болған екен. Қауіпті бағанның зардабын Оразбаевтар отбасы да көріп отыр. Жоғары кернеулі тоқ дәл үйінің үстінен жүргізілгендіктен 25 жылдан бері тек дәрінің көмегімен жүргендерін жұмысқа мүлдем жарамсыз болып қалғандарын айтады. Дәл осы үйде туып өскен балалары да қазір аурушаң. Көршілеріміз бәрі онкология. Мына жерде бір көршіміздің баласы инвалид, тоже солай туды. Ол үйде де үш адам ауырады, тоже әйелді онкология. Күттіп, міне уже шыдамыз таусылды. Уже балаларымыз бәрі тұра алмайды, мына жерде бәрі ауыра берді бастарынан. Сосын бәріс кетті. Данный момент менің үйімде 2 инвалид бар. Мынаның үйінде мінеке 4 инвалид бар. Тағы бір үйінде 2 инвалид бар. Мынаның үйінде қай үйге барсаң, сол үйде инвалид бар. Тұрғындар үйлерін тастап көшіп кетейін десе, қауіпті аймақта салынған баспананы сатып алатын адам да жоқ. Ал бұл бағаналарды Елорда ел астанасы болған кезде, яғни 1998 жылы қалаға электр желілері жетпеген соң дәл осы маңнан өткізген. Шенеуніктер бәрі уақытша, біз сіздерді кейінірек көшіріп аламыз деп ант суда ішкен. Алайда әлі күнге еш нәтиже жоқ. Высоковольтті линияның астында тұрған үйлерді ешкімде сатып алмайды. Потому что біз обаста, біз шынымен ол үйлердің бізге денсаулығымызға зиян екенін біз білмедік. Аурудың бәрі жиналып, сол бір уақытта ғана ол шығады. Ол мысалы үшін сіздің немерелерімізге көшеді екен, жаңағы балаларымызға көшеді. Нация наша, геноцид, который сейчас облучение идет. Причем тут вот этот ваш проект ВЛК, я не пойму, уже сколько мы вам объясняем.
Ая, өзің әкімдіктің алдында тұр екенсің, сол әкімдіктегілер не дейді? 25 жылдан бері халықты ол жерде неге көшірмей келген? Я жалғас, бүгін міне наразы топ осыны білмекке әкімдіктің алдына арнайы келіп жиналды. Жергілікті билік мәселеден баяғыдан хабардары болса да, биыл ғана мәселені шешуге шындап қозғалған екен. Олар бағаналарды үй төбесінен жүргізуге 25 жыл бұрын рұқсат етілген, ал қазіргі заң бойынша баспананың үсті бұлай тұрсын, тіпті жанынан да электр бағаналарын жоғары кернеулі желілердің салынуына болмайтын мойындап отыр. Алайда тұрғындарды әзірге көшіру мүмкін емес, себебі бұл жерді сатып алатын дайын инвестор да жоқ. Сондықтан әзірге электр бағаналарын ғана көшіреміз дейді, онда да қашан екені белгісіз. Көше кеңейіп, инфраструктурный развитие болады ол жақта. Сол себептен келешекте ол жерге инвесторлар келетінге инвестор ыңғайлы жасап жатқан жағдай бар қазір. Электр желілерін қайда жібересіздер? Электр желілерін жердің астына кетеді. Алайда бұл жауапты тұрғындарды қанағаттандырған жоқ. Олар әкімдік әдейі уақыт созып жатыр дейді. Және де дымқылы жердің астынан электр бағаналарын өткізу біздің денсаулығымызға одан бетер қауіп төндіре ме деп алаңдайды. Сондықтан бізді де көшірсін және алдымызға әкім Алтай Күлгіновтың өзі келіп түсіндірсін деп отыр. Әзірге әкімнің кеңесшілері мен аудан әкімнің орынбасарлары ғана кезек-кезек шығып, наразы топқа басу айту жатыр. Тұрғындар, біздің мәселеміз толығымен шешілмейінше бұл маңнан бір қадамда аттап баспаймыз дейді. Жалғас. Ия, қиын екен, бірақ Алтай Көлгінов ол жерге дәл қазір бара қоймайды. Себебі ол бүгін Астананың қалай керемет дамып жатқанын айтып, халық алдында есеп беріп жатыр. Рахмет, Ая. Халықтың табысының артқаны қайдам, ал шығын болса күн санап көбейіп келеді. Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ресми мәліметі осындай. Агенттіктің есебі бойынша бұл соңғы 10 жылдағы рекордтық көрсеткіш. Мәселен, былтырғы бастапқы 3 айда отандастарымыздың жан басына шаққандағы орташа шығыны 188 мың теңге болса, биылға 1-тоқсанда 17%-ға өсіп 220 мың теңгеге жуықтаған. Аймақтар бойынша ең көбі әдеттегідей Алматыда 319 мың теңге. Қарағандылықтар 275 мың, астаналықтар 266 мың теңге жұмсайды екен. Шығыны ең аз аймақтар оңтүстік өңірлер, Шымкент, Түркістан мен Жамбыл облыстары. Азық-түлік бағасын қымбаттатпай ұстап тұру үшін бөлінген миллиардтар текке жұмсалды. Былайша айтсақ, желге шыққан. Ол жерде жемқорлықтың ізі болуы бек мүмкін. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Олжас Бектенов осылай деді. Азық-түлік құнын тұрақтандыруға деп әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларына 40 миллиард теңге бөлінген. Бектеновтың айтуынша қыруар қаржы бағаны ұстап тұруға емес, жөн жосығы белгісіз компанияларға ұсынылған. Ал оның негізгі мақсаты бойынша жұмсалғанын ешкім бақыламаған дейді төраға. Цифры говорят о ее реальной пользе и результативности. Сандар оның пайдасы туралы өзі-ақ айтып тұр. Қаржының негізсіз жұмсауына байланысты әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының лауазымды қызметкерлерінің үстінен 11 қылмыстық іс қозғалды. Агенттік олардың жұмысын қайта қарау туралы ұсыныс білдірді. Осылай деген Бектенов қағаз жүзінде мемлекетке қарап, алайда өз бетінше жұмыс істейтін мұндай ұйымдардың қажеттілігі туралы да мәселе бар деді. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялардың жұмысын бақылайтын азық-түлік келісім-шарт корпорациясының басшысы Омархан Сапаров болса, саланы жемқорлық жайлады деген пікірмен келіскісі жоқ. Антикор тексеріп бір нәрсе шығарып атса, бар шығар, бірақ енді дәл ондай бола қояды ойламаймын. Өйткені СПК-лар бағаны түсіруге көп көмек көрсетіп отыр ғой. Олар жаңағындай оборотный схема деген ақшалар бөліп жатыр акиматтар сол СПК арқылы. Енді может где-то бір жетіспеушілік кемшіліктері бар шығар. Бірақ енді менің ойымша ол СПК-лар негізі керек. Ұлттық қордан үзіп ала беретін болсақ, түбі көрінетін түрі бар. Әлихан Смайыловтың үкіметі қордан 4,6 триллион теңге сұрап отыр. Болашақ ұрпаққа да бірдеңе қалсын деп талай айтылғанымен, бюджеттің жыртығын қор қаражатымен жамау 2000 жылдардан бері трендте. Тілшіміз қай премьер-министрдің ұлттық қордан қанша қаражат алғанын зерттеп көрді.
Соңғы жылдары ұлттық қор болашақ ұрпақтың еншісіндегі қаражат емес, бюджеттің сауын сиырына айналды десек, артық айтпаймыз. Мемлекет басшысы үкіметтегілерге бүгінге дейін талай ескерткенімен естір құлақ болса гәні. Ұлттық қордан жасалған трансферттер 2020 жылы 4,8 триллион теңгені, ал 2021 жылы 4,5 триллион теңгені құрады. Биыл үкімет тағы да 4,6 триллион теңге сұратып отыр. Бұл өте қомақты қаржы. Республикалық бюджет ұлттық қордың қаражатын пайдалануға сүйенбеуі керек. Трансферттерді біртіндеп азайту қажет. Бұл Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұлттық банк есебін тыңдаған кезде айтқаны. Биыл үкімет тағы ұлттық қорға алақан жайып отыр. Әлихан Смайыловтың келмей жатып қорға қол салғаны, бір салғанда мол салғаны президентке де ұнамаған секілді. Сондықтан да сын ескертпе көп айтылды. Тағы бір зерттеу жасаған кезде айтқан болатын. Ұлттық қордың көлемі жалпы ішкі өнімге шаққан кезде 30%-дан азаймау керек. Егер ол 30%-дан төмендеп кететін болса, ұлттық қор бірден жоғалуға қарай бет алады. Оның бірден түбі көріне бастайды деген сөз. Қазіргі уақытта біз қарасақ, сол 30% шегіне жақын тұрмыз. Шамамен бір 200 миллиард доллар жинақтауға қарай біз ұмтылуымыз керекпіз деп есептеймін. Сол кезде ол қаражат бірден тез жинақталады және де тез ұлғаятын болады. Тарихқа шегініс жасасақ, қордың іргесі сонау 2007 жылдары сөгілген. Ашық ақпарат көздеріндегі мәліметтерге сәйкес, ұлттық қордың шығыны 2007-2012 жылдары аралығында 6,2 триллион теңгеге жеткен. Ол уақыттағы үкімет басы Кәрім Мәсімов. 2012-2014 жылдары аралығында, яғни Серік Ахметов премьер-министр болып тұрған тұста қор шығыны 3,34 триллион теңге. Ал 2014-2016 жылдары аралығында болашақ ұрпаққа деп сары майдай сақтап отырған қаражаттан 5,33 триллион теңге алынған. Ал Бақытжан Сағынтаев үкімет басшысы болып тұрған тұста 2017-2019 жылдар аралығында ұлттық қордан жалпы сомасы 11 триллион теңге шығын шыққан. Алдыңғы үкімет басшыларына қарағанда бұл ең жоғарғы көрсеткіш. Ал Асқар Мамин үкіметті басқарған жылдары ұлттық қордың қаражаты 11,3 триллион теңгеден асып, Мамин ел тарихында ұлттық қорды ең көп жұмсаған премьер ретінде қалды. Жуырда есеп комитеті ұлттық қордың шығындарына жүргізілген тексерістің нәтижесін жариялады. Белгілі болғандай 9 миллиард теңге желге ұшқан. Заң бұзу фактілерінің дені аты барда заты жоқ қызметтерге ақы төлеумен байланысты болып отыр екен. Ал Әлихан Смайыловтың үкімет басына келген жарты жылда ұлттық қордың шығыны 4 триллион теңгеден асып кететін болса, сандардың алда қаншалықты құбылатынын болжаудың өзі қорқынышты. Айғаным Достанбай, Айбат, жаңалықтар қызметі. Қазір аздаған жарнама, одан кейін көретіндеріңіз. Қарақалпақстандағы қақтығысқа қатысқан қазақстандықтар бар ма? Барлығы дерлік елге келді ме? Өзбекстан тарапы неге ақпаратты ашық айтпай отыр? Среди задержанных есть лица, которые не являются гражданами Узбекистана. Жоғары кернеулі электр бағанының дәл түбінде тұратындар шетінен онкологиялық ауруларға шалдығуда. Жылдар бойы жылап жәрдем сұрағандарға шенділер неге назар салмай отыр? Мен 49 жасында сол 2 операция жасады. Осында көшіп келгеннен кейін 7 жылдан кейін ауырыпсыз деді. Қарақалпақстандағы дүрбелеңде зардап шеккендер мен қайтыс болғандар арасында қазақстандықтар жоқ. Бұл туралы Қазақстандағы Өзбекстан елшісі Саидикрам Ниязқожаев мәлімдеді. Ал қақтығыстар бойынша қамауға алынғандар арасында отандастарымыз бар ма? Жансая Қапасқыз жеткізеді. Қарақалпақстанда дүр сілкіндірген шерулер толқынын шетелдік деструктивті топтар ұйымдастырған. Осылай деген өзбек президентінің сөзін Қазақстандағы Өзбекстан елшісі де қайталады. Дегенмен тәртіп сақшыларына қарусыз топқа қарсы оқ ату туралы бұйрық берілмепті. Безоружных людей никто не стреляет. Кто будет стрелять в безоружных людей? По луже крови это специальная краска. Ал қақтығыстар басталғанда қазақ-өзбек шекарасында тұрып қалған азаматтардың барлығы діттеген жеріне жеткен. Қарақалпақстандағы туыстарына немесе ем-домға барғандар толықтай елге оралыпты. Бұл мақсатта арнайы құрылған жедел штаб жұмыс істеп тұр. Нұр-Сұлтандағы Өзбекстан елшілігінде өткен баспасөз отырысында елші Қарақалпақстандағы жаппай тәртіпсіздерден қайтыс болғандар арасында Қазақстан азаматтары жоқ дегенге келтірді. Дегенмен қамауға алынғандар арасында отандастарымыз бар ма деген сауалға әзірге жауап ала алмадық. Себебі өзбек тарабы тергеудің құпиялығына байланысты мұндай ақпарат бере алмаймыз деп отыр. Дегенмен тергеліп жатқандардың арасында шетел азаматтары бар дейді. В настоящее время
Тайна следствия не... Қазіргі уақытта жіті ақпарат таратуға тергеудің құпиялығы рұқсат бермейді. Бірақ қамауға алынғандар арасында Өзбекстан азаматы емес адамдар бар. Олар сол күндері Қарақалпақстан астанасында жайдан жай болмаған. Десе де ел билігі қақтығыс барысында тәртіп сақшыларының күш қолданғанын жоққа шығармайды. Олардың әрекеті тергеледі дейді елші. Қақтығыстан жараланған 94 адам әлі ауруханада жатыр. Кейбіреуінің жағдайы тым ауыр. Жалпы Нүкістегі жағдай тұрақталған, төтенше жағдай режимі тамыздың 2-сіне дейін жалғасады. Кәсіпорындар, базар, сауда үйлері, қоғамдық тамақтану орындары жұмыс істеп тұр. Ұялы байланыс орнатылған. Алайда интернет әлі толықтай қалпына келтірілмеді. Жансая Қапасқызы, Нұрлан Әлмхамбетов, Болат Абдулин, Айбат жаңалықтар қызметі. Ресей Украинадағы қақтығыстардан үзіліс жариялағанымен шағын топтар шабуылдарды жалғастырып жатыр. Бүгін ресейлік сарбаздар Харьковты атқылап, тұрғын ауданға құлаған снарядтан 3 адам мерт болды. 5-еуі жараланған. Британ барлаушылары Ресей енді Славянск және Крематорск қалаларын шабуылдауға дайындалып жатыр дейді. Бұдан бөлек ресми Киевтің хабарлауынша, Федерация армиясы бидай алқаптарын әдейі өртеуге кіріскен. Украина президенті кеңесінің өкілі Михаил Подоляк болса, қақтығыстардан 37 мыңнан астам ресейлік мерт болды дейді. Олардың 4,5 мыңның аты жөні анықталған. Алайда Мәскеуді бұл да тоқтатпай тұр. Тіпті Кремль басшысы Украинада әлі мардымды ештеңке бастамадық деп отыр. Мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Бізді шайқас алаңында жеңуді қалайтындарын естідік. Не дейміз, тырысып көрсін. Батыс бізбен соңғы украиналыққа дейін шайқасқысы келетін жиі естейміз. Бұл Украина халқы үшін қасірет, бәрі соған апара жатыр. Бірақ біз әлі шыңдап іске кіріскен жоқпыз. Дегенмен бейбіт келісімнен де бас тартпаймыз. Жамбылда қараусыз жатқан карьерлер көбейген. Жер үстін бас көзсіз қаза беретін компаниялардың көбеюі кесірінен аймақта алып шұңқырлар саны артып отыр. Мамандар Жамбыл өңірінде 46 заңсыз карьера анықтапты. Құжаты жоқ кәсіпкерлер топырақ пен тасты сатуды кәсіп көзіне айналдырған. Экологтар бұл жайтқа бірнеше ауданның атқамінерлері көз жұмып келді дейді. Тақырыпты Данияр Әлімқұл тарқатады. Сарысу ауданының сайын даласы қазір қазылған ор шұңқырдың көптігінен жүздеген снаряд түскен соғыс даласы секілді көрінеді. Тұрғындардың айтуынша аудан орталығы Жаңатас қаласының маңы орлардың орталығына айналған. Ал қазылып сол бойы жабылмай қалған шұңқырлар қоқыс полигонмен өлексе орны болып кеткен. Дабыл қаққан экологтар жағдайдың шиеленісуіне жергілікті биліктің жауапсыздығы себеп дейді. Рейдтік шаралар жүрмеу мақсатында, жергілікті атқарушы органдардың жұмыс істемеу мақсатында осындай карьерлер көптеп кездеседі. Бұл кішігірім бір бизнес түріне айланған, мысалға елді мекеннен шыққан мұсырды техникаларға басып өш жерге келіп тастағанның өзі кәсіпкерлерге ақша, қайтып кетіп баратып, бос кетпей өш жерден топырақ басып кетіп, оны апарып елді мекендерге сатады. Экологтың сөзін қала әкімдігі растап отыр. Бұл жерлерде тұрғындар қажетсіз қалдықтарды тастауды шынымен әдетке айналдырыпты. Қоқысты төгуге келген ауыр көліктер қайтарында құм, топырақ, тас алып кетеді. Шенеуніктер жабайы карьерлерді күзетуге қауқарымыз жетпей отыр дейді. Біз оны 24 сағат басында қарауылдап тұра алмайтын мүмкіншілігіміз бар, оны мойындаймыз. Ішінара келіп жасырын алмаса, бұлай арнайы рұқсат жоқ. Топырақ алуға да, не алуға да, тас алуға да. Жергілікті биліктің қауқарсыздығынан облыста қазыла қаңсып қалған карьерлер саны 46-ға жеткен. Экологтар олардың саны тағы артады деп дабыл қағуда. Негізі өңірде заң бойынша тек 140 кәсіпкердің рұқсаты бар екен. Алайда ешкімнің рұқсатынсыз білгенін істеп жүргендер жетеді дейді жауаптылар. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі. Интернет алаяқтығы өршіп тұр. Бір Шымкенттің өзінде ғана арам пиғылдылар тұрғындардың 100 миллион теңгеден астам қаржысын қолды қылып алдап соққан. Полицияға арызданғандардың да саны артып жатыр. Аңқау елге арамза молда болғандарға жұрт қалайша сеніп қалады? Психологтар не дейді? Назерке Күбасова білді. Шымкентте алаяқтарға алданып бар ақшасын бере салған тұрғындардың қарасы қалың. Біріне 30-қа ие болдыңыз деп хабарласа, басқасына сіздің атыңыздан несие алды деп хабарлама жазады. Мәселен, жуырда ғана қала тұрғыны хабарлама арқылы келген сілтемеге кірем деп 17 миллион теңгесінен айырылып қалған. Интернет алаяқтықтың көптеген түрлері пайда болған. Оның бірінде айтап өтетін болсақ, Instagram, Telegram әлеуметтік желілерінде белгілі бір топтардың ішінде сілтемелерді жіберіп, сол сілтемелер арқылы кіру арқылы биржалық нарықтарда ақшаларды 2-3 еселеп көбейтіп беремін деп алаяқтық жолмен ақша қаражаттарын азаматтарын иемденіп жүр.
Психологтар болса, соңғы кездері көп адамның жұмыс істемей байығысы келеді дейді. Бұған блогерлердің қызылды, жасылды өмірі әсер еткен сыңайлы. Бірден байимын деп барынан айырылудың тағы бір себебі қаржылай сауатсыздық дейді маман. Сананы улайтын отвлекающий сондай бір нелер көбейіп кетті. Мен де қымбат көлік мінгім келеді, 2 этажды үйде тұрғым келеді, бірақ менің қаржым жоқ. Демек, маған егер де келіп сен мына жерге ақша салатын болсаң, тез ақша табыс аласың. Ол білімсіздік біріншіден, жауапкершіліктің жоқтығы. Түрлі айла ойлап табатын алаяқтарға кездесіп жатқан жандар жетерлік. Көшедегі қай адамнан сұрамасаң да, барлығы қылмыскерлердің құрығына түсе жаздағандарын айтады. Күн сайын келеді маған неге? Сотовый телефоныма. Бірақ мен қарамаймын. Бір адамның аты жөнін айтты, сіздің атыңыздан кредит алды, не қылды деп. Мен ондай адам танымаймын дедім. Мен басымды қатырма дедім де, қойып қойдым телефонды. Жыл басынан бері Шымкентте интернет алаяқтық бойынша 500-ге жуық іс тіркелген. Алданғандар барлығы 138 миллион теңгесінен айырылған. Мамандар тұрғындарға барынша сақ болып, жеке бас мәліметтерді кез келген адамға айта бермеуге кеңес береді. Назерке Күбасова, Эльдар Жунусканов, Айбат, жаңалықтар қызметі. Ертең мұсылман жұртшылығы үшін қасиетті саналатын құрбан айт мерекесі. Көбі құрбандық шалып, оның етін мұқтаждарға таратады. Осылайша бұл уақыт бай мен кедейдің бір сәтке болса да қарны тең тоятын кезеңдей көрінеді. Шынтуайтында солай ма? Әрине, алып сатарлардың да қалтасы қампаяды. Біз бұл төңірегінде Елордадағы Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Бақытжан Өтелбековпен аз деген талқылап көрмекпіз. Бақытжан мырза, кеш жарық, жұма қабыл болсын, қалай естіп тұрсыз? Амин, бірге болсын, жақсы естіліп тұр. Бірден сұраққа көшсек, мынау құрбандық шалу кезінде көшеде көлік кептелісі қайнап, базарлар маңы қызыл қанға боялып, мал терісі сияқты қоқысқа толады. Осы ретте онлайн құрбандық деген керек ақ дерсің. Биыл онлайн құрбандық бұрынғыдай бола ма? Адамдар оның сауабы аз деп жатады, сол рас па? Әрине, бұрынғыдай онлайн құрбандық және офлайн түрде биыл болады. Өйткені Нұр-Сұлтан және көптеген қалаларда бұрынғыдай карантиндік шаралар жоқ қазіргі кезде. Ол сауап азырақ болады деген дұрыс емес. Ол жерде Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде де өзі айтады. Сендердің малдарының тіпті оның қаны, оның ниеті Аллаға бармайды, сендердің ниеттерің барады дейді. Сол үшін онлайн болсын, офлайн болсын, ниет дұрыс болатын болса, оның сауабы Аллаға барады, сауабы ешқандай кеммейді. Онлайн деген мақсатта мынау ол бұрыннан да бар дүние, мына қажылар біздің барған кезде барлығы бар өз қолымен қажылықта құрбандығын шала алмайды. Олар онлайн тапсырыс береді. Ол сияқты бұл да қазіргі заманауи технология, интернет пайдалану арқылы онлайн тапсырыс беру, бұл қазіргі кезде өте жақсы. Рахмет, түсінікті. Мұны тағы бір сұрағымыз бар. Құрбан айтты пайдаланып, саудагерлер азық-түлік бағасын шарықтатып жіберу әдетке айналдырған. Бұл керісінше қасиетті күнді мейірімге толы болып, кедей-кепшікке көмектесу керек деген ұстанымға қайшы емес пе? Өзіңіз осы саудамен айналысатындарға құрбан айт кезеңінде айтарыңыз, кеңесіңіз бар ма? Әрине, қайшы нәрсе, шынында да мынау Рамазан айында да негізі мысалы қымбаттатып жіберсе болады ғой, саудан мына әртүрлі. Бірақ керісінше мынау кәсіпкерлер осы Рамазан айында 10%, басқа да 15% жаңа жеңілдіктер береді. Дәл осы сияқты әрине бір күн құрбан айт кезінде малды алады екен деп бағасын қымбаттатып жіберу шынында да мұсылманшылыққа да біздің салт дәстүрімізге де адамгершілікке де қайшы дүниелер. Сол үшін Алла ризалық үшін керісінше осы Рамазан құрбан айтта бағаны түсірмей, керісінше ол Алла ризалық үшін бағаны түсіруге немесе ұстап тұруға біз шақырамыз әрине саудагерлерді. Көп рахмет сізге. Айттан айтқа аман жетейік.